Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бала кезіміздегі вафли дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаларымызды осылайна бір ыдысымызға жарып, барлығын салып аламыз. 5 жұмыртқаны да жарып осылайна салып алдым. Одан кейін кішкене фенчикпен араластырып, қант салып біріктірдім. Әбден біріккенше араластырасыздар. Одан кейін жаңағы майымызды, ерітілген майымызды салып, біріккенше барлығын араластырамыз. Араластырғаннан кейін, бәрі біріккеннен кейін барып ұнды салып, ақырын саламыз ұнды жаймен. Одан кейін араластырып отырамыз. Ұнды мен 3 бөліп салдым. Бір келкі болғанша жаңағы тестаққа не болып қалмау үшін, іртік болып қалмау үшін 3-ке бөліп саласыздар ғой. Міне осында бір келкі теста шығады. Одан кейін осындай вафельница, любой вафельница болады, мен тура менікінде емес. Осында вафельницаға осылайнан 2 қасық немесе 1 қасық салып, если 2 қасық қалың болып кетеді десеңіздер, 1 қасық салып, осындай вафли жасасаңыздар болады. Бетін жауып 2-3 минутқа күтесіздер. Одан кейін осылай пышақтың көмегімен алып, орап қоямыз. Тез ораңыздар, өйткені тез қатып қалады жаңа вафлимыз. Міне осылайнан дайындайсыздар, өте дәмді болып шығады. Бала кездегі прям дәмі күшті ғой, вафлидің сондай болып шығады. Ас болсын.